сәлеметсіңдер ме? Мына жерге барлықтарың ортаға келе қойыңдар. Мына көрнекілікке шығарып келдім. Өздерінің аттарын аталған мына көрнекілікті таңдап, және осындағы түс бойынша 3 топқа бөліне қойыңдар. Қызылдар бірінші топқа бөлінеді, көктер екінші, аттар үшінші. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Бірінші сіз өздерінің аттарыңды алып, сол бойынша 3 топқа бөліне қойыңдар. Бүгінгі сабақ барысында атқаруға тиісті міндетті ережесімен таныстыра өтейін сіздерді. Бірінші, барлығымыз көтеріңкі көңіл күймен бүгінгі сабақтың жақсы өтуіне атсалысамыз. Түсінікті бар? Жақсы. Екінші, топ бірлігі. Үнемі топта қалыс қалмай, қандай тапсырма болсын, барлығымыз бірлесе отырып жұмыс істейміз. Түсінікті ма? Жақсы. Үшінші, тәртіпті бұзбау. Тәртіпсіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп кім айтты? Жоқ. Біз өтіп қой осы. Жоқ. Әл-Фараби данышпан аталары айтқан екен, иә? Яғни, балалар, біз білім алу барысында міндетті түрде тәртіпті бұзбауымыз керек. Бір-бірімізді тыңдап, апайдың айтқан сөзіне міндетті түрде құлақ асып отыруымыз керек. Түсінікті ма? Жақсы. Үшінші, уақыттан аспау. Әрбір тапсырмаға уақыт берілетін болады. Мұқият қараңдар, балалар. Мынау ненің суреті? Дұрыс, тамаша. Топтың. Ал екінші, мына суретте не береді? Құлай. Сосын. Байланысты. Енді балалар, қараңдаршы. Мына суретте не береді? Ақбозатты көріп тұрмыз бұл суретті. Ақбозат бәйгесін біз бүгінгі сабақта өтетін боламыз, иә? Оралхан Бөкей жайында Ардагүл апайларың өткен сабақта айтып таныстырды ма? Сабақты бастамас бұрын мен осы Оралхан Бөкей жайында қысқаша мәлімет айта өтейін, иә? 1943 жылы Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Шыңғыстай ауылында, яғни сұрапыл соғыс кезінде дүниеге келген. Әкесі Бөкей, ол көп сөйлемейтін, бірақ сөйлей қалса тілі өткір, рухы мықты азамат болған екен. Ал анасы Күләй өз ортасының гүлі болған, яғни өз ортасын үнемі көңіл күйін көтеріп, аузын ашса көмекке көрінетін сондай ділмар, ашық кісі болған екен. Міне осындай екі игі жақсыдан біздің жазушымыз Оралхан Бөкей естегеге тарайды екен, иә балалар? Жақсы. Оралхан Бөкей отбасында 5 қыз, 1 ұл болып өскен екен. Оралхан деп аталуының себебі әкесі Оралға еңбек майданына кетеді дағы, анасы осы әкесі аман есен келсін, елімізге осы балаларына аман есен қауышсын деген мақсатта осы баласының атын, жалғыз ұлының атын кім қояды? Оралхан қояды екен. Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Біздің жаңағы бүгінгі тақырыптың авторымен қысқаша мәліметпен таныс болыңдар ғой, иә балалар? Жақсы. Сұрапыл соғыс кезінде балалар негізі көптеген ақын жазушыларымыз өздерінің шығармасын арнаған. Соның бірі бүгінгі, яғни біздің оқулыққа беріліп отырған шығармасы Тордай мен Ақбозат әңгімесі, иә? Айта ғой, өзің ішкі ойыңды өкпесіз айта ғой. Екі достың балалық кезіндегі бастан өткерген оқиғалармен олардың өзінің негізгі білетін Ақбозат туралы осындай әңгіме болып жақсы. Тағы кітаптың пайдасы туралы, Торғайдың жетім қалғаны туралы, Торғай сол балдардың ішінде 2-3 жас үлкенін жақсы, тамаша.
Ал бүгінгі біздің Нұртай жайында көп мәлімет, иә? Нұртай жайында. Осы стикер. Бірге сайлап, немесе әрбір өз пікірін оқып беруге болады. Орашмандай кейіпкер. Тамаша, ауқатты отбасында дүниеде. Ал жас. Ол ақ көңіл досына адал болды. Тамаша. Енді күніге дұрыс айтасың. Бұл тапсырманы өте жақсы орындады. Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Ал үшінші оқиға басталды. Кім? Аян. Иә. Білімді тез алады. Тамаша. Екінші. Шынайы дос және досқа адал. Тамаша. Достыққа адалдығын көрді. Өзінің достықтарына аса қатты еді. Құштар еді, иә? Көбейтін болған. Тамаша. Ертегілер көбінесе ертегілер айтады. Иә, байқастайық. Тұрау. Тоқтай өзінің досына адал және қарапайым. Пікірлеріңді. Тоқтай жақсы бала тәртіпті, ақылды, досқа адал. Ақылды, құлақ өксігі, озыр, арманшыл, орашқа адал қасиетілігі. Жарайсыңдар, жақсы. Бұл Тортай-да, Ораш-та балалар қалай ойлайсыңдар? Тек қана қолымызды көтеріп жауап береміз, иә? Жағымды кейіпкер ма, жағымсыз кейіпкер ма? Bir сөзбен айтамын. Жағымды кейіпкер, иә? Яғни Ол жетім болды, ол кезде соғыс. Дұрыс айтасың, яғни тарихи оқиға осы үш баланың басынан өткен оқиғасы, яғни соғыс жылдарында болған болатын, иә? Ол жеке жұмысты сендер өте жақсы ойдан жасалды. Сендер Оралхан Бөкейдің Тортай менен Ақбозат шығармасын талдайсыңдар. Сендер Жусан иісі повесін таңдайсыңдар. Кімдікі? Ал сіздер мына екі шығармадағы оқиғаның болған орны, оқиғаның болған орны, оқиғадағы басты ортада тұрып барлықтар апайларына көрсетсе екі шығармасы. Ал айтамын. Оқиғаның басы Аян мен әжесінің ауылға келуі. Дұрыс, тамаша. Оқиғаның дамуы Аян мен ауылдағы балалардың тез табысуы. Және де Аянның тобығы таюы. Тамаша, керемет. Оқиғаның шиеленісуі Аянның әжесінің қайтыс болуы. Тамаша, өте жақсы. Папай шалдың үйіне көшуі. Жақсы. Оқиғаның шарықтау шегі майдандағы әкесінен қаралы қағаз келуі. Тамаша, керемет. Оқиғаның шешімі Аянның ауылдағы достарымен қоштасуы және балалар үйіне кетуі. Өте жақсы, керемет орындарында жарайсыңдар балалар. Жақсы. Салыстыра отыра талдау, иә? Қаршыңдар, апайлар, көрсін сендер. Еңбектерін ал, айта ой. Дұрыс, тамаша. Ал Тортай мен Ақбозаттағы тамаша, керемет. Имам Хатип осы айтып отырамыз. Қатты даусынша. Иманжанов деген кім еді? Мұғалім, тамаша. Сабыр Аянның әжесі. Тамаша. Ал Тортай мен Ақбозаттағы кейіпкерлер ше? Тамаша, керемет. Ал келесі оқиғадағы кейіпкерлердің басты арманы аман-есен келіп, тол отбасы болып қауышу еді, иә? Аянның басты арманы жақсы келген. Ал Тортайдың басты арманы болды. Ақбозатқа мініп, иә? Енді әлі бар еді. Ал Ақбозаттар мында сосын жазушы болудар армандары, иә? Сіздерге Тортай мен Ақбозат, иә? Композициялық құрылысына. Ал оқи ғой. Самсаған ауылдың көрінісі. Табиғаттың
бітелді, иә, керемет, жақсы, даму. Бораш пен Тортайдың Достығы, тамаша. Екеуі тез тіл табысып, ауылдағы көп балалардың ішінде Тортай кіммен ғана сөйлесетін? Борашпен жақсы тіл табысатын, иә? Жақсы, ары қарай. Шиеленісуі. Бораш пен Тортайдың талғарға әңгімесі. Үңгір ішінде олардың әңгімесі дейді. Шиеленісу. Сол жерде шиеленісу, оқиға бір шиеленіскен кезде бір проблема болу керек қой. Тортайдың туыстары туып жіберді. Дұрыс айтасың, керемет. Яғни оның туыстары үйден қуып жіберіп, ол барып не істеді? Балалар, жалғыздық деген кезде осы екі шығарманы салыстыра отыра көз алдарына не елестейді, не айтқыларың келеді? Жалғыздық деген сөз берейін. Осы жусан есі және Тортайдың шыққыштау. Тортайдың ақбозат шалғасы бойынша көз аян мен кімнің? Тортайдың қорқынышы неде еді? Соны жеткізесіңдер. Және көз жасы. Көз жасы. Аян қай кезде жылады? Ал кім ше? Тортай қай кезде жылады? Көз жасы. Өздерінің пікірлерін айтыңдаршы. Әдісі бұл, яғни ашық өздерінің ойларын айтасыңдар. Қайттық, дайын. Қорқыныш деген кезде тыңдаймыз. Жақсы. Қорқыныш аян мен Тортайдың жетім қалғаны. Қорқыныш бар. Олар 30-да жетім ғой. Апай, олардың әкесі мен ағасының майданда жүрек кезуі оларға қорқыныш болды. Жақсы, тағы айтасыңдар. Дүрсен болды, иә? Аяр атыларда болды, яғни олардың ойларын үрей иесінде, бірақ бұлар сол сәттен керемет, сол сәттен керемет өткізу үшін аяр не істеуші еді? Қорқыныштарын сейілту мақсатында аярда жетім баланың бірге ертегі айтады, иә? Ал Тортайшы, Торттай, Машада армандарын айтатын, иә? Ол да тіпті кейде не айтатын? Ертегі айтатын, иә? Жарайсыңдар, ертегі де айтып беретін, иә? Жақсы, өте жақсы. Ал сендер жалғыздық деген кезде осы екі түш, жалғыздық деген кезде көз алдарына не елестейді? Екі шығар. Аян мен Тортайдың да екеуінің жетім болуы, Аянның жалғыз әжесінің де дүниеден өтуі, балалар үйінен кетуі, Тортайдың жаңағы жалғыз туыстарының үйіне қуып шығуы, жалғыз сырласатын досының да үйіне кетуі. Сұрапыл соғыстың қай қазақ жұлдыз жұлдызша арқылы жұлдыздар ем жар болсын деген ниетпен бағаларын келіп осы. Енді жұлдыз тапсырма. Мен ортол әдісі арқылы не келген болатын, тапсырма келген болатын. Ұялы телефон бар ма? Бір ұялы телефон, әр неге бір-біріне беріледі. Мегабайттарға шеке? Бар ма? Апай видео? Ал. Жұттық жұмыс. Айта ғой жұмыс.